Қалайсыздар? Біз 29-шы сабаққа келдік. Might деген. Біз Essential Grammar in Use деген кітап бойынша сабақ өтіп отырмыз. Ол сабақта 100-ден есе көп сабақ бар. Ағылшын тілінің грамматикасы. Соны барынша толықтай бітіруге тырысып жатырмыз. Иншалла. Қазіргі тақырып might. Might деген бір мүмкін нәрсені білдіреді. Мен мүмкін барармын, мүмкін келермін деген. Нақты емес, бірақ сондай мүмкіндік нәрсені білдіретін сөйлемді might'пен қолданады. Мына картинканы қарайтын болсақ, Where are you going for your holidays? Сен өзің демалысында қайда барасың деп сұрап. I'm not sure. Я не уверен. Мен нақты білмеймін. I'm not sure. Точно білмеймін. I might go to New York. Бәлкім Нью-Йоркқа баратын шығармын. I might go to New York. Бәлкім he might go to New York. Бәлкім ол Нью-Йоркқа барады. It's possible that he will go to New York. Бұл мүмкін дейді. It's possible, мүмкін дейді. Ол Нью-Йоркқа баратыны. Осы might сөзін мүмкін болған кезде қолданамыз. Мына жерде мысалы қыз дейтін бұлтқа қарайды. Бұлт қараңғы айтып тұр. It might rain. Бәлкім жаңбыр жауады деп. Қазір бәлкім жаңбыр болады деп. It might деп тұр. It might rain. Бәлкім жаңбыр жауады. It's possible that it will rain. Мүмкін жаңбыр жауады. It's possible. Бұл мүмкін that it will rain. Жаңбыр жауатыны. Енді бұл конструкция қалай жасалады? Might'қа инфинитив қосамыз. Инфинитив деген яғни етістіктің бірінші түрі. Go, be, rain деген сөздер. Болды. Солмен сөйлем өте жеңіл. Ешқандай нәрсе өзгертіп керек емес. Алып сөздерді өз орнына қоя қоясыз, болды. I, we, you, they, he, she, it, he'ді қолдансаңыз да, she'ді қолдансаңыз да, might содан кейін жүреді, содан кейін инфинитив жүреді. Немесе be, немесе go, немесе play, немесе come. Қараңыздар, I might be. Бәлкім мен боламын. Мүмкін мен боламын. I might go. Бәлкім мен кетемін. I might play. Бәлкім ол ойнайды. He might play. Бәлкім ол ойнайды. He might come. Бәлкім ол келеді. Ал енді жоқ, бәлкім мен бармаймын деп айтатын болсақ, онда I might not go. Осы not'ты қоса қоямыз. I might not go. Бәлкім мен бармаймын. We might not go. Бәлкім біз бармаймыз. You might not play. Бәлкім сен ойнамайсың. Болды, осы сөзді осылай қолданумен осындай сөйлем шығара аламыз. It might. It's possible that I will. I might деген. It's possible that I will. Ол мүмкін мен істейтініне. Мысалды қарайтын болсақ, I might go to the cinema this evening, but I'm not sure. I might go to the cinema. Бәлкім мен киноға барамын бұл кеште, this evening. But I'm not sure. Бірақ мен сенімді емеспін дейді. It's possible that I will go. It's possible. Бұл мүмкін мен баратын. Сол кезде I might go деп айтамыз. When is Rebecca going to phone you? Қашан Ребекка саған звондайын деп жатыр. I don't know. Мен білмеймін. She might phone this afternoon. Бәлкім мүмкін ол осы күндіз звондайды дейді. She might phone. Take an umbrella with you. It might rain. Өзімен бірге қол шатырды ал, жаңбыр жауы мүмкін дейді. It might rain. Buy a lottery ticket. You might be lucky. Лотерейный билет сатып ал дейді. Бәлкім мүмкін сен ұтарсың дейді. Perhaps you will be lucky. Бәлкім сен ұтасың дейді. Мүмкін сен ұтасың дейді. Are you going out tonight? Бүгін кеште сыртқа шығайын деп жатсың ба? I might дейді. Мүмкін дейді. I might ол қысқа түрі I might go out дегеннен. Study the difference. Мына әртүрлі нәрселерді үйрен дейді. Мына қараңыз. I'm playing tennis tomorrow. Деген ол sure. Ол нақты белгілі нәрсе. Нақты сеніммен айтылған нәрсе. I'm playing tennis tomorrow. Мен ертең теннис ойнайын деп жатырмын дейді. I might play tennis tomorrow. Possible. Мүмкіндік. I might play tennis tomorrow деген мүмкін мен ертең теннис ойнармын деген. Rebecca is going to phone later. Sure. Rebecca кішкенеден кейін звондайын деп жатыр дейді. Ол нақты айтып тұр. Нақты звондайын деп жатырғанда айтылады. Rebecca might phone later. Rebecca бәлкім кішкенеден кейін звондар. Мүмкін кішкенеден кейін звондар.
бұл дейтін possible, мүмкіндікті білдіретін конструкция. Енді мүмкін бірдеңе істемеймін деп жоқты, болымсызды білдіру үшін не істеу керек? Соңынан might'тан кейін not'ты қоса қоямыз. I might not. It's possible that I will not деген мағына. Яғни I might not деген бәлкім мен істемеймін деген, мүмкін мен істемеймін деген мағынаны білдіреді. I might not go to work tomorrow. Бәлкім, мүмкін мен ертең жұмысқа бармаймын. I might not go tomorrow. It's possible that I will not go. Ол мүмкін мен бармайтыныма деген мағынада. I might not go to work tomorrow. Sue might not come to the party. It's possible that she will not come. Sue might not come. Sue бәлкім, мүмкін бармайды to the party, вечеринкеге. It's possible, ол мүмкін that she will not come. Ол бармайтынына бармауы мүмкіндігі бар. She might not come to the party. Енді may деген сөз бар. May деген дәл сол might сияқты. Біз I might деп айта аламыз, немесе I may деп айта аламыз. You can use may in the same way. Дәл сол нәрсеге сен may'ді қолдана аласың дейді. You can use may. I may, I might. Мысалы, I may go to the cinema this evening деп айтсақ, I may go to the cinema this evening десек, мүмкін мен киноға барамын бұл кеште. Дәл солай I might go деп айтуға болады жаңа өткендей. I might go to the cinema this evening. I might, яғни I may екеу бір нәрсе. Sue may not come to the party. Sue мүмкін вечеринкеге бармайды. Sue may not come to the party. Sue might not come деуге болады. May I деген, яғни it's okay to, нормально ма егерде мен былай істесем, мысалы can I деген сияқты. Can I help you? Саған көмектесе аламын ба деген сияқты. Сондай нәрселерде may I деп айтамыз. Мысалы, may I ask a question? Мен сұрақ қоя аламын ба? Мен сұрақ қойсам бола ма деген сияқты. It's okay to ask. Бәрі нормально ма егерде сұрасам деген сияқты. Немесе can I ask? Мен сұрай аламын ба деген сияқты. Осындай нәрсеге may I деп қолданамыз. Мысалы, may I sit here? Мен мына жерде отыра аламын ба? May I sit here? Мен мына жерде отыра аламын ба? Yes, of course. Әрине, сен отыра аласың дейді. Біз осы сабақта might, may деген сөздерді үйрендік демек. Бұл деген модальный глагол дейді. Модальный глагол, модальный етістік. Оның әлі алда түрлері бар. Бұл тек may, might, алда should бар, иншалла. Тағы да сондай модальный етістіктер бар. Осымен біздің сабағымыз бітті. Егерде ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Және бұның астында менде Telegram және WhatsApp номері бар. Егерде сіздерге паттернмен осы сабаққа қатысты паттернмен сабақ оқыларыңыз келсе, онда маған келіп паттерн жайында сұрасаңыздар, мен сіздерді түсіндірме Telegram каналына қосып қоямын. Сонда сізге паттерн беремін және қалай жұмыс жасау керек екенін түсіндіремін. Егерде қызықты болса, астына жазып қойыңыздар. Осымен сабағымыз бітті. Жақсы, келесі кездескенше, иншалла.